Сәлеметсіздер ме, менің көрермендерім? Мен бүгін сіздерге мынандай, міне қараңыздаршы, қандай керемет, осындай тюльпан тігіп үйретем. Бұндай тігу үшін бізге мынандай лента керек, міне 50 сантиметр лентамыз. Одан кейін әртүрлі, енді өзіңіздің қалауыңызға қарай әртүрлі мата. Мен мысалы органза алдым. Мына бір түрінде мен органза алдым. Мысалы мында органза менде. Мынандай велюрдан да тігуге болады. Мына велюрдан тігілген. Мынау қараңыздар. Мынау парчадан тігілген. Қараңыздар қандай әдемі. Ал мынау атластан тігілген. Әртүрлі осындай жұмсақ маталардан тіксеңіздер болады. Өте әдемі шығады. Бұны біз шашпау. Ол үшін мына органза матамыз, ұзындығы 10 сантиметр, енін мен 9 сантиметр алдым. 9 сантиметр алдым. Енді оны осылай бір-біріне беттестіріп, мынандай труба тігуіміз керек. Міне бірінші осылай беттестіріп тігіп аласыздар. Міне мынандай тігіп аласыздар. Міне мынандай тігіп аласыздар. Одан кейін міне тігісі мына сыртында тұр қазір. Енді осы тіккенді бір-біріне қайтадан кіргіземіз да, бұлай беттестіреміз. Міне тігісі ортасында қалады. Міне тігісі ортасында қалу керек. Осылай ортасында қалу керек. Мінекей. Бұлай асықпай тігісін ортасына қалтырып, әдемілеп келтіріп аласыздар. Міне осылай болу керек. Міне тура осылай шығу керек. Мына жағы қиылған жағы, мына жақ бүктелген тұйық жағы. Міне тұйық жағы. Енді қараңыздар, осы тұйық жағынан жаңағы лентамызды кіргіземіз. Міне лентамызды тұйық жағынан дәл ортасынан кіргіземіз. Мына шетіне дейін, міне сыртына дейін. Сәл ғана шығарсаңыздар болады. Міне осылай. Міне бұлай тұру керек. Міне осылай тұру керек. Енді осыны біріктіріп тігеміз ине жіппен. Көктеп тігіп аласыздар. Қолмен тіксеңізде, машинкамен тіксеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Мына лента ортасында, міне ортасында ол да тігіліп кету керек. Осылай тігіліп кетеді. Мінекей. Осылай тігіп аласыздар. Одан кейін жіптеріңізді тартасыздар. Міне осындай пайда болу керек. Міне жіпті тартасыздар. Одан кейін бір-екі рет орап жібересіздер. Одан кейін қайтадан тігіс. Міне ортасына ба бір жерінен тігіс шығарасыздар. Түкті де қиындығы жоқ. Ең бастысы ниет болса болды. Тағы бір-екі рет тігіп жіберсеңіздер болады. Енді ары бері бір-екі рет тігіп жіберсеңіздер болады. Одан кейін түйіншектейміз. Бірнеше рет түйіншектейміз. 2 рет, 3 рет түйіншектейміз. Маған 2 рет жеткілікті. Енді жібімізді қиямыз. Мына жіпті қайтадан түйіншектеп дайындап аламыз. Міне дайындап аламыз. Енді сіздерде осылай шығу керек. Міне осылай шығу керек. Енді осыны қайтадан оңына аударамыз. Мына тігіс ішінде қалу керек. Мінекей, тігіс ішінде қалды. Сіздерде осылай шығу керек. Енді мынаның ішіне, мысалы менде осындай қалдық синтепондар бар. Әр нәрсені тігем ғой. Содан қалып қойған синтепондар, міне осындай. Осындай бір ғана кусогын аласыздар. Мынандай бір пучогын. Кішкене әдемілеп, сосын мынаның ішіне саласыздар. Салған кезде мына бұрыш-бұрышына баратындай ғып әдемілеп қолыңызбен, үлкен бармағыңызбен ба, суық саусағыңызбен ба, бүйтіп әдемілеп міне ішіне кіргізіп аласыздар. Осылай. Сіздерде осылай шығу керек. Енді мына бұрыш пен мына бұрышты тура қарама қарсы жағына, міне тура ішінен аласыздар.
Енді қарама қарсы жағын тура дәл ортасынан біріктіріп тігесіздер. Былай. Бісміллә. Біріктіріп, осылай 2 рет жіпті айналдырып тігіп алыңыздар. Так, осылай шығу керек. Міне осылай шықты ма? Енді мынаны қайтадан өзіңізге қаратасыз. Енді міне былай шығады. Міне қараңыздаршы. Міне былай шықты, иә? Міне 2 ортаны тіктік. Енді мына 2 ортаны дәл ортасын келтіреміз. Ол үшін 2 мынандай саусағымызбен былай қысамыз. Міне былай қысамыз. Дәл ортасынан міне екеуінің ортасынан, көрініп тұр ма? Дәл ортасынан тағы да тігіп аламыз. Мына жібім шатасын қырап жатыр. Так. Міне. Тағы да бірнеше рет іліп ал. 2 рет ілсеңіздер жеткілікті. 2 рет, маған 2 рет жеткілікті. 3 көп болып кетеді. Енді қайтадан түйесіздер. Қайтадан түйіншек түйесіздер. Мінекей. Тағы да 1 рет. Өте әдемі, аккуратно жасаңыздар. Түйіншек сырт жағына шығып кетпесін. Енді дәл түбінен кесесіздер. Аккуратно байқаңыздар, органзаңызды кесіп алмайтындай. Енді қараңыз, жаңағы тіккен иінеңізбен ішін кішкене қопсытып жіберіңіздер. Қопсытып дейміз ба, мына шет-шетіне жаңағы синтепонымыз жан жағына бару керек. Егер ауылда тұрсаңыздар, синтепон жоқ болса, жүн бар ғой, жүнді нетіп жуып әдемі қылып ішіне салсаңыздар болады. Мінекей тюльпанымыз дайын, өте әдемі шықты. Екінші жағында дәл солай тігесіздер. Бері тіксеңіздер болады. Міне, тігіп аласыздар. Түйіншек дейсіздер. Тағы да 1 рет түйіншек дейік. Так, енді қиямыз түбінен. Одан кейін, міне, осылай шығу керек. Одан кейін қайтадан ауыстырамыз. Мінекей осылай. Әдемілеп, мына жерін түзеп жіберсеңіздер болады. Одан кейін, міне, кішкене ғана синтепонды аламыз да ішіне саламыз. Осы бір синтепонды өткенде лақтырып жібергім келген. Лақтырмағаным жақсы болыпты. Кейде бір болмайтын нәрсені жинаймыз ғой біз тігіншілер. Сондай әдетіміз бар, иә? Мынаған енді аздау болып қалды. Осындай қалған құтқан нені мен бір пакетке сап қойған. Сосын бір заттарымды жинайым, арасында мен жинай берем, осындай бір қалдықтар. Анда-санда сосын мен боларға ревизия жасаймын. Сол кезде лақтырам біраз заттарды. Сол кезде осы синтепонды қимап едім. Не істесем екен осы синтепонмен деп чуть тастай сала жаздағым. Міне енді кәдеге жарады, мінекей. Сондықтан кейде хламды жинағанда жақсы, жинамағанда жақсы. Міне, иногда шынында да болмайтын нәрсені жинаймыз ғой. Мінекей өте әдемі шығады. Сондай күшті, прям маған өте ұнады. Болды, енді түйіншектейміз. Байқап істеңіздер, қолдарыңызға ине кіргізіп алмаңыздар. Осыны қыз балаларға үйретіп қойға болады, өздері тігіп үйде отырған кезде мен немереме үйреттім. Мінекей, қараңыздар, өте әдемі шықты. Сіздер де осылай жасап алыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Маған тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар және комментарий жазыңыздар.